Таңғы 5-те тұрып қазан жудым ғой, неге десеңіздер, күйеуім сағат 11:30-да жұмыстан келеді, ал күйеуім жұмыстан келгенде как положено тамақ дайын тұру керек қой. Сіздер де күйеулеріңіз жұмыстан келгенде как положено тамағын дайындап күтіп отырасыздар ма, әлде барды жеп ары қарай жұмысына кете береді ма? Сонымен қолымнан келгенше қазанымды жылтыратып жуып алдым да, таңертеңгі шайдың дастарханын тез жинаймыз да түскі асқа кірісеміз. Түскі тамаққа қойдың етінен кеспе көже деген тамақ дайындаймыз. Одан қалса нан ашытып нан жабамыз, блинчики пісіреміз. Ал ендеше кеттік, қалай шыққанын как всегда видеоның соңында бірге көреміз. Етімізді қуырып, пиязымызды қуырып болғаннан кейін үстінен томат салып, су құйып қайнатуға жіберіп, нанымызды ашытып аламыз да. Ыдыстарымызды да сразу жуып тастауды ұмытпаймыз. Кеспенің қамырын илеп, әдемілеп жайып аламыз да, блинчиктің тестасын дайындаймыз. Ашыған нанның қамырынан бір зуала бауырсақ